Қаныш Сәтбаев атындағы нөмір 9 орта білім беру мектебі 7 А сынып оқушысы Ерғали Кәусар. Жаңғыру полисі. Тақырыбы қазақтың дәстүрлері. Отбасылық дәстүрлер, өмір басындағы рәсімдер. Қазақ халқы өмірдің әр кезеңін маңызды рәсімдер арқылы тойлайды. Әрбір салт отбасының басын белгілейді, ұрпақтар аралығында байланыс орнайды. Бесікке салу, нәрестені бесікке бөлеу, тұсау кесу, бала алғы жүре бастағанда жасалатын рәсім. Сүндет той, ер баланы сүндетке отырғызу. Үйлену той, отбасы құру дәстүрі. Бесікке салу өмірдің басы. Бесікке салу рәсімі баланың туғаннан кейін бесікке салынуы. Бұл қазақ халқының ең маңызды дәстүрлерінің бірі. Бесікке салу кезінде атқа аттандырып, бесікке үстіне шешіп салып, құт сұрау болады. Бесіктің астына айыр тастап, баланың қатты қарым-қатынасын болуын қалайды. Бесікке салу рәсімінде үлкендер батасын беріп, баланың атын қояды. Бұл күні отбасы мүшелері, туысқандар жиналып қуаныш бөліседі. Тұсау кесу алғашқы қадам. Рәсім маңызы. Бала алғы жүре бастағанда жасалатын рәсім. Тұсауды кесіп, бала еркін жүруін қалайды. Жасалуы. Тұсау атқа тігіліп, үлкен адам қолымен кесіледі, қылышпен немесе қайшымен кесіледі. Дәстүр салт. Тұсау кесілген күні дастархан жайылып, қонақтар шақырылады. Балаға тілектер айтылады. Тұсау кесу рәсімінде баланың аяғына тұсау тігіледі. Содан кейін үлкен адам кесіп шығарады. Бұл рәсім баланың еркін жүруінің белгісі болып табылады. Сүндет той, ер адамның рәсімі. Ер баланы сүндетке отырғызу. Сүндет той қазақ дәстүрлерінің маңызды рәсімі. Ер бала үшін бұл жетілгенге жеткеннің белгісі. 7-12 жылы болады. Ауылдың үлкендері қатысады, дастархан жайылып тойлаймыз. Балаға атқа мінгізіледі. Сүндет тойында балаға тілектер, баталар айтылады. Атқа мінгізіліп, балаға атты адам болуы үшін қатынасқа қосылады. Қыз ұзату, үйлену тойы. Қыз ұзату, қызын ауылдан ауылға, отбасыдан отбасыға өтуі. Жас үйлену, екі жігітпен қыздың бірігуі, отбасы құру, жаңа өмірдің басы. Үйлену тойы, қазақ дәстүріндегі ең көп тойланатын мереке. Келін-жайдың құрметі үшін үлкен дастархан жайылады, қонақтар шақырылады. Тойда күй, би, айтыс болады. Келін мен жігітке үлкендер батасын береді. Қонақ жайлық қазақтың үлкен құндылығы. Қонақ келсе құт. Қазақ халқы қонақты ерекше құрметтейді. Қонақ келгенде отбасының бәрі қуанады. Қонақ жақсылық, бақыт әкеледі деп есептелінеді. Қонақтың аяғынан шығып, құшақтап қарсы алады. Нан кесу. Қонаққа нан, тұздың үстіне шығып қарсы алу, орын беру. Үлкенге үлкен орын, кішіге кіші орын беру. Сыйлау. Қонаққа сыйлық беру. Сыйлық батасын беру. Дастархан дәстүрі, қонаққа ас ұсыну. Ет тарту. Еттің ең жақсы бөлігін қонаққа беру. Басы қуырылған ет қонақ алдына қойылады. Нан тұз. Нан тұздың үстіне шығып қарсы алу. Нан бақыт, тұз татулықтың белгісі. Шай ішу. Қонаққа шай құйып беру. Шай ішкен адам айтылатын сөздер бар. Дастарханда үлкенге сый көрсетіледі. Еттің ең жақсы бөлігі бас, иық, қабырға үлкенге беріледі. Қонақ ас ішкен соң бата беріледі. Наурыз мерекесі жаңа жыл. Жаңа жылдың басталуы. Наурыз қазақтың ең үлкен мерекесі. Көктемнің басы, жаңа жылдың басы болады. Наурыз күні ауылда, қалада бәрі шуақты, таза киініп, үйлерін тазалайды. Жаңа жылға дайындалады. Әдет-ғұрыптар, құрмет және сый. Үлкенді сыйлау. Қазақ дәстүрінде үлкенге сый
көрсету арқылы үлкен маңызға ие. Үлкен адамдарға арнайы орын беріледі. Бата беру. Үлкендер батасын береді. Бата жақсылық, бақыт, сәттілік тілегі. Ізет көрсету. Жол беру, ізет көрсету. Үлкенге арнайы сөздер айту. Әдет ғұрыптар. Қазақ халқының мәдениетінің негізі. Үлкенге сый, кішіге қамқорлық, қонаққа құрмет. Бұл дәстүрлер ұрпақтар аралығында сақталып әкеледі.